Lux Event, Life of Luxury. Шаңырағындағы дүбірлі тойдың томағасын сыпырып, ақбатасын беріп, халыққа қош келдіңіз деп айту үшін Жұмаділ ағамызды, алақаны аялы, аузы дуалы, осы әулеттің үлкен құдасы, қадірлі де қасиетті Жұмаділ атам ағамызды ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар ендеше. Әуелі Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Балалар бақытты болсын, аспандар ашық болсын, босағадар берік болсын. Ömründe şömründe bolsun. Baqıtpenen Төлеухан жайлықты үтіктеп, жуғаннан да көздері ашылмасын. Аллаху акбар. Рахмет, орныңызға жайғассаңыз болады. Мінекей қадірлі қонақтар, бата берілді. Ендеше алдағы бокалдарыңызды толтырып, астан алып отырыңыздар. Той құтты болсын. Ендеше мен ойлаймын, ең бірінші бокал көтерсек, екі жастың шаңырағы құтты болсын, айтылған тілек ниет құтты болсын деп бокал көтерейік. Кеттік ендеше, ура, той құтты болсын. Правая сторона уже за любовь поднимает бокалы. Я думаю, тоже молодое поколение поддержит. И, конечно, поднимут бокалы. Ура! За счастье молодоженов. Поехали! И уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Қадірлі ханымдар мен мырзалар, Төлеухан ағамызбен Бақыт жеңгеміз шындығында да барын шашып, бауырларымен, туыстарымен, жақындарымен бүгінгі тойдың қуанышын бөлісуде. Шындығында да той ақсын тәңір өтейді деген атам қазақ, осы шаңырақтағы қуаныш шаттық барлықтарыңызға жұғысты болсын. Ұлың сенің ұятың, қызың сенің миятың, болашаққа жетелер ұрпағыңның ұлатын дейді. Бүгін мінекей екі әруақты әулет, екі қасиетті шаңырақ, екі Дәурен мен біздің Линданың адал, таза, кіршіксіз пәк махаббатының арқасында 1000 жылдыққа құда болып отыр. Екі әулеттің ортасында, екі жастың арқасында алтын көпір салынды, алтын жіп байланды. Ендеше осы ұлы жол, құдалық жол құтты болсын. Бүгінгі Төлеухан ағамызбен Бақыт жеңгеміздің шаңырағындағы шаттыққа қош келдіңіздер. Бокалдарыңызды толтырып, екі жастың құрметіне көбірек көтеріп, бүгінгі тойдың отымен кіріп, күлімен шығып, тойдың жақсы өтуіне барлығыңыз түгелдей бір үйдің баласындай атсалысуларыңызды тілейміз. Тағы да той құтты болсын. Дәл қазір шындығында да елордамыз Астананың төрінде мюзик-холл Астана тамаша ғимаратында бергеннен берер бұл дүбірлі мереке. Дәурен мен Линданың үйлену үй болу тойы. Қаншама қонақ осы дастарханның басында екі жасқа тілегін тыңдап, екі жасқа деген ниетті білдіру келіп отыр. Дәл қазір мен ортаға мынау занавес ашылады. Бүгінгі Дәурен мен Линданың үйлену үй болу тойына арнайы сонау Европадан, дәлірек айтсам Испаниядан келген тамаша керемет би театрын шақырамын. Олар бүгінгі мерекеге арнайы келіп отыр. Ендеше бұндай театрды өмірде бір-ақ рет көресіздер. Тек қана Дәуреннің үйлену үй болу тойында. Ендеше қарсы алыңыздар. Мадридтен келген арнайы ортаға шақырамыз. Ендеше қарсы алыңыздар. Жолдас жігіт пен жолдас қыз. Қазір біз танысамыз. Опа, кеттік ендеше. Хей! Сіздердің орталарыңызға тұрайыншы негізі. Сразу танысайық. Дәулет, асыл, жасыл уже шешініп тастаған, барлығы дайын, билеуге дайын тұр. Конкурсқа сонымен қымбатты қонақтар, Дәулет, асыл. Біз қазір біздің Дәурен мен Линданың шаңырағы құрылды. Ертеңнен бастап заң пайда болады. Кто там хозяин?
кто будет зарабатывать, кто будет тратить деген сияқты. Қалай ойлайсыздар, үйде кім қожайын болады? Дәурен или Линда? Дәурен, да? Вот жігіттер сразу Дәурен деді, мужской голос, баритональный. А Линда ше? Оу, жалғыз адам. Сонымен қымбатты қонақтар, біз қазір Дәулет пен Асылдың арқасында кім үйде қожайын болатын білеміз. Конкурс такой, интеллектуальный, сұрақ қоямыз, жауап бересіз. Конечно, Дәулет жауап беріп жеңсе, үйде будет хозяином, конечно, біздің Дәулет. Ал егер сіз жауап берсеңіз, хозяйка болады, әрине біздің Линда. Сонымен қызың жолы жіңішке. Бірінші сұрақ сізден бастаймыз. Дайынсыз ба? Кетті кетіше. 67-ні 87-ге көбейтеміз, оны 2-ге бөлеміз, одан 20 аламыз. А что смешного? Нормально. 67, 87, 2-ге бөлеміз, 20 аламыз. Так, тишина. Есть подсказка бар ма? Он? Ай, хон. Жоқ. Сонымен таппады. Дәулет, саған сұрақ. 2-ге 2-ні қоссаң қанша? 4. Красавчик! Дай 5. Вот так надо отвечать. Вот так. Дерзко, ойланбай сразу. 4 дед, представляешь? Он даже не посчитал. Он знал это. Так, келесі сұрақ. Вот жеңіл сұрақ, танымал жұлдыз. Дженнифер Лопес. Энистон. Вот видишь, опять. Саған сұрақ қоямыз, Дәулет. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Назарбаев. Назарбаев даже фамилию знает, представляете, друзья? Молодец, 2-0. Жиналшы, пожалуйста, жиналшы. Келесі сұрақ, өте жеңіл сұрақ. Білет қазақта Шерхан Мұртаза деген жазу бар, білесіздер ғой? Депутат болған, сенатор болған, қоғам қайраткері, жақында ғана 80 жылдығын атап өттік. Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе деген романы бар. Роман про кого? Вот подсказка. Тұрар Рысқұлов туралы дейді. Браво, молодцы. Тұрар Рысқұлов туралы роман. Есіңе сақтап қал. Дәулет, саған сұрақ. Қазақта классик жазушы бар, Мұхтар Әуезов деген. Мұхтар Әуезовтың Абай жолы деген романы бар. Абай жолы. Роман называется «Путь Абая». Про кого? Жоқ, Абай жолы кім туралы? Абай жолы. Абай туралы, әне? Молодец, Дәулет. Прям сразу жауап береді. 3-0. Вот ең жеңіл сұрақ қоям. Шынымен. Қазақстанға танымал, тарихта қалатын әнші Роза Бағланова. У нас Бағланова идет, Қахарампаным, за ней Роза Рымбаева. Так, саған сұрақ, Дәулет. Қазақстан Республикасының, демек қойын, ең танымал әнші Батырхан Исаев. Ты молодец, что ты ошибся, а? Вот молодец. Батырхан Исаев дейді. Шукенов. Негізі Дәулет Батырхан Шукенов ұнатпайды, ол тек қана Заттыбекті жақсы көреді. Ақмаржан. Сонымен қымбатты қонақтар, 3-те 0 есебімен Дәулет жеңіске жетіп, үйде қожайын кім болатын болды? Дәулет, құрмет қошеметтеріңіз. Дәурен, сізге рахмет. Негізі сіз жауаптың барлығын білді, жай ғана қыз болғанымен жолды Дәулетке беріп, Дәуренді жеңімпаз қылдық. Рахмет сізге, құрмет қошеметтеріңіз. Орындарыңызға жайғасаңыздар болады. Шапалақ, шапалақ, еще раз шапалақ. Қымбатты достар, қадірлі қонақтар, шындығында да бүгін үлкен дүбірлі мереке. Елордамызда, Қазақстанның жүрегі Астанамызда үлкен той болып жатыр. Шындығында да барлық ағайын туыстар жиналып бір үйдің баласындай осы біздің Дәурен мен Линданың шаңырағына шаттық кіргізіп жатқан жайы бар. Бүгін әрине Дәурен мен Линданың үйлену үй болу той. Бірақ десек те Дәурен мен Линданы қанаттыға қақтырмаған, тұмсықтыға шоқтырмаған, көзінің қарашығындай сақтап өсірген Асқар Таудай әкелер мен аяулы аналарының тойы деп атсам артық емес. Мен ортаға Төлеухан ағамыз бен Бақыт ханымды, Дәржан, Балбика және Қанат мырзаны құрмет қошеметпен шақырамын. Қарсы алыңыздар ендеше. Нағыз той иелері.